Биринчиден, ерлердин калыптасууна жооп беретін гендер тек Y хромосома емес. Кейбір жануалда, мысалы, жапон тышканында және кейбір көрт тышканда Y хромосома мүлде жойылып кеткен. Бірақ аталықтары жойылып кеткен жоқ. Маңызды гендер басқа хромосомаларға көшіп, жұмысын жалғастырған. Сондай-ақ жынысқа генетика ғана әсер етпейді. Мысалы, Америкадағы қолтырауындарда шешуші фактор жұмыртқалар басып шығарылатын температура. Салқын ортада аналықтары, ал жылы ортада аталықтары дамиды. Қысқасы, егер маңызды механизмдер түрдің тіршілік етуіне қажет болса, олар қашанда сақталады. Сондай-ақ генетикалық жыныс XX немесе XY тек бастау нүктесі, оған тағы гормондар, рецепторлер, реттеуші гендер әсер етеді. Ал кейде XY хромосомалы адамдар әйел жынысына тән белгілермен туады, яғни олардың ағзасы тестостеронды танымады деген сөз. Кейде XX хромосомалы адамдар керісінше гендері мутацияға ұшырап, еркек фенотипімен дүниеге келеді. Яғни Y хромосома маңызды, бірақ жалғыз фактор емес. Эволюция бос кеңістікті қалдырмайды. Егер Y хромосома жойылса, оның функциялары басқа жерге ауыса қояды. Сондықтан дүрбелең салудың еш қажеті жоқ. Ерлер жойылып кетпейді, олар бейімделеді.